Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі пәнінен 98-ші сабақ сөйлеу әдебі тақырыбын өтеміз. Алдымен сөйлеу әдебі дегеніміз не екендігін түсіндіріп өтейін. Сөйлеу әдебі адамдардың сөйлеу мәнері мен сөйлеу мәдениетіне негізделген сыпайы қарым-қатынас ережелерін жиынтығын айтамыз. Сөйлеу әдебін біліп алайық. Ол үлкенді сыйлау, біреудің сөзін бөлмеу, сыпайы асықпай сөйлеу. Және де балалар сөйлегенде мынандай нәрселерді ескерулерің керек. Алдымен сөзді орынды қолдануларын керек. Қолды қатты сермеуге, қатты күлуге, аса қатты сөйлеуге немесе міңгірлеуге болмайды. Өзің туралы да көп айтуға да болмайды. Және де қатты сөйлеп тұрған адамға қатты жауап беруге болмайды. Үлкен кісілерді көрген кезде міндетті түрде сәлеметсіз бе, амансыз ба деп амандасу керек. Жақсы, олай болса бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу мәтінді оқы. Мәтіннің тақырыбы кім ақылды? Ерден мен Еркебұлан бірігіп жақсы ойнап жүреді. Бір кезде көпір үстінде біріне-бірі қарсы келіп қалды. Ерден, мен саған жол бермеймін деп тұрып алды. Ал Еркебұлан, мен осыған бола ерегіскім келмейді. Бұдан былай сенімен ойнамаймын деді. Сөйтіп үйіне қарай жүре берді. Сонда екеуінің қайсысы тапқыр, ақылды болғаны? Авторы Мәдіқат Төрежанов. Балалар, Ерден мен Еркебұланның қайсысының ісі дұрыс? Дұрыс айтасыңдар. Еркебұлан Ерденмен ерегіскім келмейді деп жол берді. Жақсы, дұрыс айтасыңдар. Әдепті бала қандай болу керек деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Әдепті бала әрқашанда үлкендерді сыйлау керек, достарын да сыйлау керек, Әдепті бала әрқашанда біреудің сөзін бөлмейді, Дұрыс айтасыңдар, жақсы. Сонымен балалар, автор бізге не айтқысы келді? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы. Әрқашанда бір-бірімізге жол беріп, тапқыр, ақылды болып, дос болып жүрейік, Жақсы. Егер де осындай жағдайда бір-біріңе жол бересіңдер ме? Ой, жарайсыңдар. Жақсы. Келесі екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Көшіріп жаз. Рұқсат етіңіз, ренжімеңізші, мақұл, қалауыңыз білсін. Осы сөздерді көркем етіп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Жақсы, жарайсыңдар. Жазып болсақ, әрқашанда осы сөздерді сөздік қорымызға қосамыз. Керемет. Жарайсыңдар. Олай болса, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Сөздер қоржынынан ізгілікті білдіретін сөздерді ізде. Қандай сөздер бар екен? Оқып шығайық. Рахмет, оқасы жоқ, айып етпеңіз, кешіріңіз. Яғни бұл 4 сөзде ізгілікті білдіреді екен, Енді осы ізгілікті білдіретін сөздердің біреуін қатыстырып, сөйлем құрап жазыңдар. Мысалы, кешіріңіз, кітапханаға баратын жолды айтасыз ба? Деп жазуға болады. Ал енді өздерің қалай ойлайсыңдар? Қалай жазатын едіңдер? Ойлаған сөйлемдеріңді дәптерге жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.